Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Бүгін біз 99 беттегі A Description of a Town тақырыбы бойынша тапсырмаларды өтетін боламыз. Яғни бұл жерде қаланы сипаттау деген, I can write about a town or city like. Мен өзіме ұнайтын қаланы немесе қала туралы жаза аламын дейді. My hometown Талғар дейді. Менің туған қалам Талғар дейді. Мәтінді оқып алайық. Әуелі exercise 1 read the model text and answer the questions дейді. Мәтінді оқи отырып сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. Сондықтан бірінші мәтінді оқып аламыз. Талғар is in the Almaty region in the south of Kazakhstan. It's not a big town. It's got a population of about 50,000. Талғар Қазақстанның оңтүстігіндегі Алматы облысында орналасқан, Бұл үлкен қала емес дейді, Оның 50 мыңға жуық халқы бар екен. I like Talgar because it's a friendly place and it is in a very pretty area. There are some really old buildings like the old wooden churches. It hasn't got many shops and cafes, but it is in beautiful countryside. Talgar Mountain is nearby and it's in the Almaty Nature Reserve. My favorite place is by the river outside town. The mountains around the town are important for tourists too. There are lots of walks you can go on with wonderful views. Маған Талғар ұнайды дейді, себебі ондағы халық өте мейірімді, жері өте әдемі дейді, Манағы Талғардың ішіндегі ескі ағаштары шіркеулер сияқты көрінеді дейді, Шынымен ескі ғимараттар бар дейді. Онда көптеген дүкендер мен кафелер жоқ дейді, бірақ әдемі ауылдық жер дейді. Жер болып көрінеді екен. Талғар тауы жақын дейді бұл жерге. Ол Алматы қорығында орналасқан дейді. Менің сүйікті жерім қала сыртындағы өзен жағасы дейді. Қаланың айналасында таулар, туристер үшін өте маңызды. Керемет көріністерді көруге болады және жақсы серуендеуге болады дейді. Талғар is about 25 km from Almaty. You can take the bus or the train there. It takes about an hour. Талғар Алматыдан 25 шақырымдай жерде орналасқан, Онда автобуспен немесе пойызбен баруға болады дейді. 1 сағаттай уақыт кетеді екен. Деген мына жерде сұрақтарға қарайық. Exercise 1 бірінші жаттығу бойынша Does the writer like Талғар? Жазушыға Талғар ұнай ма дейді. Which paragraph says how to get to Талғар? Қай абзацта Талғарға қалай жетуге болатыны туралы айтылған, 3. Which paragraph describes the writer's favorite places? Қай абзацта жазушының сүйікті жерлері сипатталған? 4. Which paragraph says how many people live in Талғар? Қай параграфте Талғар қаласында қанша адам тұратыны туралы айтылған дейді. How is Талғар different from your town? Талғар несімен ерекшеленген деп ойлайсың дейді. Бұл жерде енді жауабына қарайық. Біріншісінде years дейді, Талғар жазушыға ұнайды екен. Екіншісінде Талғарға қалай жетуге болады дегенді екінші абзацтың ішінде бар екен. Үшіншісінде параграф 3 екен. Төртінші параграф 1. Бесінші Талғар is smaller than my city. Талғар менің қаламнан кіші деп суреттеген айтқан екен. Exercise to complete the key phrases with the words in the box. Look at the model text and check. Бұл жерде енді сіздерге екінші жаттығу бойынша сөз тіркестерін қоюларыңыз керек. Мына қорапшаның ішіндегі сөздерді толықтырыңыздар дейді. Мына жерге қойыңыздар дейді, мына жердегі бос жерлерге. Бұл жерде it's in the north, south, east, west of Kazakhstan болады. It's got a population of about 50,000. It's a place friendly. My favorite place is by the river outside town. It's 25 kilometers from Almaty болады.
Exercise 3. Use the key phrases to write sentence about your town. Үшінші жаттығу бойынша өз қалаңыз туралы мынадай жазыңыз дейді. Жаңа бірінші жаттығудағы сұрақтарға жауап беру арқылы жазыңыз деген. Бұл жерде мысал ретінде the first Kazakhstan, the second Астана туралы жазылды бұл жерде. 1,958,000. Third, fascinating. Fourth, by the lake. Fifth, 1,200. And Астана. Бұл жерде 1,958,000 деп жазыппыз. Халқы Қазақстан аумағы, бұл жерде өте қызықты дейді, көл жағасы бар, және Астана халқы неден Алматыдан не болмаса 1200 километр болады екен. Мысал ретінде, Exercise for төртінші жаттығу бойынша language point, position of adjectives. Look at the words in blue in the model text, then choose the correct words in the rules. Бұл жерде ережеге қараңыздар дейді. Көкпен жазылған сөздерді қараңыз дейді, мәтіндегі. Және ережелерді оқыңыз деген. Бірінші ереже бойынша the adjectives are before, after the noun. Бұл жерде сын есімдер зат есімнің алдында немесе кейін тұрады деген. Бұл жерде қайсысы болу керек? Before, алдында тұрады. Second, really and very are before, after the adjectives. Really және very деген сөз сын есімдерден бұрын немесе кейін тұра ма дейді. Бұл да бұрын тұрады екен. Келесі exercise 5, бесінші жаттығу бойынша order the words to make sentence. Мына жерде енді бесінші жаттығу бойынша біздерге мына жердегі сөздерді сөйлем құрауымыз керек. Сөйлем қылып шығаруымыз керек, яғни мынандай қылып шығарып қойдым. Manchester is a big city. Manchester үлкен қала. I like exciting places. Маған қызықты жерлер ұнайды. The streets are very safe. Көшелер өте қауіпсіз. The library is a very quiet building. Кітапхана өте тыныш ғимараттардың бірі дейді. There are some really interesting shops. Шынымен де қызықты дүкендер бар дейді. The town has got a big park. Қалада үлкен саябақтар бар. Енді exercise 6, алтыншы жаттығу бойынша follow the steps in the writing gate. Write about a town or city you like. Алматыдағы мына жерде енді сізге ұнайтын қала немесе қалашық туралы жазыңыз дейді өзіңіздің. Және мына жердегі сұрақтар тұр ғой, B бөлімінде сол сұрақтарға жауап беру арқылы да көмекші сұрақтар ретінде қойылған сіздерге. Енді мына жерде 6-шы жаттығуда Алматы is the largest city in Kazakhstan. It's located in the south of the country in the mountains area. It is a big city with 1,958,000 of population. The nature is very beautiful there. There are a lot of places to visit: Charen Canyon, Issyk Lake, the big Almaty Lake. Also, there are different sport places for amusement: Meadow, Shumbulak, Sky Resort, Tabagan, and many others. There are a lot of cultural places to visit: museums, theaters, cinemas. Almaty is very beautiful and interesting city. Алматы Қазақстанның ең үлкен қаласы. Ол елдің оңтүстігінде таулы аймақта орналасқан дейді, mountains area. Бұл жерде 1,958,000 халқы бар екен, бұл жер Алматының. Мұнда табиғаты өте әдемі, баратын қыдыратын жерлері өте көп дейді. Манағы Шарын каньоны бар, ыстық көл бар, үлкен манағыдай Алматы көлі бар екен, және тағы басқа әртүрлі жерлері бар екен.
Сондай-ақ ойын-сауықтар үшін әртүрлі спорт орындары бар екен. Медеу, Шымбұлақ, манағыдай шаңғы, табаған және тағы басқа, шаңғы тебу дегендей. Мұнда көптеген мәдени орындар да бар, мұражай, театр, кинотеатр дегендер. Иә, Алматы өте әдемі және қызықты көңіл бөле алатындай қалалардың бірі екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.